Агроорта біздің жаңа информациялық жоба. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетті елдің болашағы үшін агроортаны бірге құрайық. Адамзат баласы жаратылысынан бірінші кезекте тіршілік үшін ең қажетті нәрсе тамақтану екенін ұқты. Ұқтыда оның табу жолдарын қарастыра бастады. Дәуірлер алмасты, өркениет өрге басты, жаңа технологиялар өмірге келді, өндіріс қарқын алды. Дегенмен жылдар қапталында бір ғана нәрсе өзгерген жоқ. Ол оңтайлы агроорта құру қажеттілігі. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақгүл Кәсіпхан, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде қызмет атқарамын. Сіздер агроорта хабарын тамашалап отырсыздар. Бұл шығарылымнан көретіндеріңіз маусым сабақтары, агроғылым кеңестері, топырақтың құнарлығын қалпына келтіру, тұқым диагностикасы нені көрсетеді? Таза тұқым мүлдем жоқ десе де болғандай. Тірі салмақтағы мал экспорты Қазақстан үшін несімен қауіпті? Егер ашылса, онда біз вообще қиындыққа тап боламыз. Сүйікті бешбармақты өзбектің етінен дайындайтын боламыз. Узбекская емес. Эксперттердің бағалауынша Қазақстан әлеуеті жоғары ауыл шаруашылығы аймағына жатады. Өсімдік шаруашылығына жарамды жер көлемі шамамен 25 миллион гектарды құрайды. Егістіктің қолжетімділігі бойынша біздің еліміз әлемде екінші орын алады. Алайда ғалымдардың зерттеуі көрсеткендей, біз осынау толымды топырақ ресурсының мүмкіндіктерін толық пайдалана алмай отырмыз. Неге бұлай? Бұл жағдайды қалай реттеуге болады? Қандай жағдайда жақсы нәтижелерге қол жеткізе аламыз? Бір сәт ғалымдардың пікіріне құлақ түрелік. Биыл Қазақстанның астықты өңірінде сценарий бірнеше мәрте өзгерді. Қыс бойы қалың жауған қардың әсерінен топырақ қабаты айтарлықтай дәрежеде ылғалмен толықты. Сондықтан да тұқым себу кезінде болашақ мол өнім алуға деген сенімділік жоғары еді. Алайда ұзаққа созылған жазғы құрғақшылық диқандардың сенімінен селкеу түсіргені рас. Диқандардың алаңдауы жаз бойы 2-ақ рет жауған жаңбыр үміт ұялатқандай болды. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы ғалымдарының пікірінше, табиғаттың құбылмалы жағдайында ауыл шаруашылығы дақылдарын ғылыми негізде өсіру әдістеріне сүйену керемет бір жаңалық емес, қажеттілік. Мысалы, Ақмола облысының аумағы 4 түрлі агроклиматтық аймақта тұрады. Оның әрқайсысы сараланған тәсілді қолдануды қажет етеді. Дегенмен, егін өсіруде қандай технологияның пайдаланса да, бәріне ортақ жалпы ереже бар. Ол ауыспалы егістік оңтайлы схемасынан ауытқымау, көздің қарашығындай сақтау. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, топырақтың құнарлығы жылдан жылға азайып жатыр. Біз сол бағытта жұмыс істейміз. Оған арнайы ауыспалы егістер орналастырылған. Дақылдарды енгізу арқылы біз топырақтың құнарлығын қалпына келтіреміз жылдан жылға. Алдаберген Қиясов Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығындағы ауыспалы егіс зертханасының жетекшісі. Бұл зертхананың ерекше бағаланатын басты көрсеткіші далалық стационар. Оның ерекшеліктерінің өзі сонда. Жылдың 4 мезгілінде де далалық стационарды зерттеу жұмыстары әске тоқтамайды. Мысалы, мұндағы бақылау участогінде ешқандай гербицидтер мен тыңайтқыштарды қоспай-ақ жұмсақ жаздық бидай себу 60 жылдан бері үздіксіз жалғасуда. Егіс зерттеу зертханасының көп жылдық стационарында тұрсыздар. Ауыспалы егіс стационары 1961 жылы құрылған. Қазіргі таңда ауыспалы егіс зертханасы 75 схемамен жұмыс істейді. Ол ауыспалы егістің кестесінде 28 дақыл өсіріледі. Солтүстік Қазақстанның қара топырақты астықты аймағында шын мәнінде пайызға шаққанда 50% дәндік дақылдар, әрқайсысы 25%-дан бұршақ тұқымдастар мен майлы дақылдар қамтуы тиіс. Стационардағы дақылдардың түрлері де сан алуан. Мұнда жаздық және қатты бидай, сонымен қатар күзді бидай мен қара бидайдың сорттарынан басқа бұршақ тұқымдастар арасынан жасымық, соя, бұршақ бар. Сонымен бірге көктемгі рапс, қыша, зығыр, күнбағыс сынды майлы дақылдарда қамтылған. Астық шаруашылығы
ғылыми өндірістік орталығының ауыспалы егіс зертханасында зерттеу жұмыстары 5 бағыт бойынша жүргізіледі. Оның бірінші бағыты астықты өңірде астықты өндіру, ұлғайту жұмыстарымен айналысамыз. Яғни ол жерде дәнді парлы ауыспалы егістер орналастырылған. Ол ауыспалы егістердің негізгі үлесін дәнді дақылдар құрайды. Екінші бағыт нақты егіншілік бойынша. Нақты егіншілік элементтерін қолданамыз. Үшінші бағыт топырақтың құнарлығын қалпына келтіру. Бараев атындағы ғылыми өндірістік орталық ауыспалы егіс зертханасы академик Мехлис Сүлейменовтің басшылығымен ауыспалы егісте өнімдердің өзгеруі оңтайлы схемасын жасады. Оның бір нұсқасы топырақты қайта қалпына келтіру үшін көп жылдық мал азықтық дақылдары, атап айтқанда жоңышқа, эспарцет, тәтті беде, бидайық шөптерін кеңінен қолдану болды. Алдаберген қиястың ғылыми зерттеулерінің маңызды бөлігі ауыспалы егісте таза өнім алуға негізделген. Оған бұршақ сұлу қоспасы, қыша, көктемгі рапыс жатады. Бұл дегенің агрохимияға лайықты бола ма? Органикалық егіншілік жүйесі дейді. Органикалық егіншілік жүйесі. Оның негізгі ауыспалы егістегі танаптарында сидералды дақылдарды өсіру. Сидералды дақылдарды өсіріп, біз оны жасыл жыртамыз. Нәтижесінде таза экологиялық өнім аламыз. Инфекция бұл термин биылғы жылы COVID-19 вирусына қатысты бүкіл әлемдік мәліметтердің ажырамас бір бөлігіне айналды. Ал ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің патогенді микроағзалармен зақымдануы қазіргі таңда кең таралған құбылыс. Негізінен өзекті мәселенің түпкі көзі тұқымдардың инфекциялық аурулармен зақымдануында. ФАО Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының мәліметтері бойынша жалпы әлемдік астық көлемінің 25% микотоксиндерден зардап шеккен. Дамушы елдерде өсімдіктердің 36% жанама түрде немесе тікелей осы микотоксиндердің әсерінен бүлінген. Жылдан жылға микотоксиндердің қауіптілігі артпаса, кемімек емес. Астық өнімдерінің бүлінуіне тұқымдар да белгілі бір жағдайда әсер етеді. Тұқымдар 60 түрлі қоздырғышқа ие. Сондықтан астық өнімдерін зиянкестерден сақтандыру мен қоздырғыш түрлерін анықтау, зерттеу мәселесі экономикалық тұрғыда ғана емес, әлеуметтік жағынан да тиімді. Қазақ агротехникалық университетінің зерттеу базасы тұқымдарды жан-жақты диагностикалық жұмыстарына қажетті құралмен толық жабдықталған. Ауыл шаруашылығы биотехнология платформасы ғылыми зерттеу зертханасында PhD доктор профессор Владимир Кянның басқаруымен жүргізеді. Бізде бір проблемамен бір топ ғалым айналысады. Атап өтер болсам, олар микробиологтар, молекулярлық биологтар, химиктер мен фитопатологтар, агрономдар. Тұқымға арналған өнімнің сапасын анықтап, диагностика жасатуға ұсынысты негізінен тұқым шаруашылығымен айналысатын мекемелер жасайды екен. Біз 23 элиталық тұқым шаруашылығымен айналысатын шаруашылықты тексердік. Таза тұқым мүлдем жоқ десе де болғандай. Олар бізге келіп, белгілі бір шаруашылықтан алған тұқымның сапасын алдын ала тексеріп алғысы келетінін айтып отыр. Небольшой материал, небольшую партию привозят нам, исследуют. Нәтижесінде фитоэкспертизға ұсынған тұқымдық материалдардың негізгі бөлігі ауру қоздырғыш патогендердің кесірінен бүлінгенін анықталады. Көбінесе тұқымды бүлдіретін қоздырғыш зең болып келеді. Көп таралғаны альтинариоз, фузариоз, гельминтоспориоз сынды аурулар, бұлар астықты үлкен шығынға ұшыратады. Олардың кейбір түрлері өсімдіктерді бүлдіріп қана қоймайды. Адам денсаулығы үшін де аса қауіпті. Мысалы, фузариум деген зеңнің микотоксины адамның көптеген ағзасын сырқатқа шалдықтыруы мүмкін. Олар нан пісіру кезіндегі ең жоғарғы температурада жойылып кетпейді. Есть такое положение, стандарт, если... Стандарт бойынша астық өнімдерінің 5% фузариозбен бүлінген болса, онда ондай өнімді қолдануға тыйым салынады. То употребление в пищу запрещено.
фитопатогендер мен инфекция жасалған тұқымдардың қандай өзгеріске түсетінін нақты көрсету үшін Владимир Кян микробиология зертханасына шағын экскурсия ұйымдастырды. Вот этот материал был доставлен с элитной семеноводческой хозяйства компании. Мына материал элиталық тұқым шаруашылығы компаниясынан әкелінді. Ал мынау элит рекорд классының дәні. Мына жерден сіздер фузариоз, гельминтоспориоз, альтернариозды көре аласыздар. Яғни дәнде шоғырланған ауру түрлері, ал сапа 40%-ға төмендейді. Снижено минимум до 40%. Қазір біздің ғалымдар өсірілген штамптардың микро көшірмесінің деректерін анықтау үстінде. Выращенных штаммов. Здесь вот вы тоже. Мына жерден сіздер микросуреттерді зерттеу сәтін байқап тұрсыздар. Процесс вот изучения уже микроснимков. То есть здесь вот Нәтижесі бірден монитор мен құжаттауға шығады. Яки біз тапсырыс берушіге өзіміз тапқан патогендердің толық сипаттамасын береміз. Патогенов, которые мы нашли, если у нас возникает спорный вопрос. Егер де даулы мәселе туындай қалған жағдайда, мысалы, оның қандай штамқа жататыны жөнінде, ол кезде молекулярлы генетикалық зерттеулерге жүгінетін боламыз. Мы уже прибегаем к молекулярно-генетическим исследованиям. Университеттің ғылымдары штамдардың түрлерін анықтаумен шектелмейді. Сондай-ақ тұқымдардың қанша пайызға бөлінгенін де анықтайды. Осындай жан-жақты зерттеудің нәтижесіне сай, ауру тудыртатын қоздырғыштардың көзін жою үшін тиімді тәсілдерді жинақтауға кіріседі. Қазақстан ет өңдеушілер ассоциациясына қарасты компанияларды жаз бен күз айлары бойы мазалаған маңызды сауалдың бірі ол елімізде тірі малды экспорттауда мораторий уақытының ұзартылу мәселесі болды. Бұл жөнінде ет өңдеушілер мен беделді сарапшылардың пікірі қандай? Ендеше біздің шолушының әзірлеген материалына назар аударсақ. 2020 жылдың басында Алматының өндірістік бөлігінде Бижан компаниясының жаңа ет өңдейтін зауыты іске қосылды. Қазақстандағы карантинге байланысты шаралар бәсеңдеген күннен бастап, жаңа өндіріс орны прессаның жиі бас сұғатын объектісіне айналды. Біздің мақсатымыз Қазақстанның ішкі нарығына өнімдерімізді ассортиментін көбейтіп, қамтамасыз ету, сосын шетелден келетін импорттық тауарлардың үлесін азайту. Сол мақсатта салынды. Және бір мақсатымыз көршілес Қытай мемлекетіне экспортқа шығу. Өйткені біз заводтың көлем жағы оған келеді. Бүгінгі таңда осынау жаңа өндіріс толық қуатында жүктелмеген. 2011 жылдан бастап Бижан компаниясының құрамына кірген Көкшетау қаласындағы ет өңдейтін комплексте осындай жағдай қалыптасқан. Біріншіден біздің импорт саласы өзімізді кеңінен жұмыс жасауға мүмкіншілік бермей отырса, екіншіден бізде сырьенің тапшылығы. Сырье жетіспейді, өйткені Қазақстанда көп ет өндіруші кәсіпкерлердің бар қазір 40%-ке ғана өнім шығарып отыр. Осынау проблемаға қатысты алғашқы пікір 2018 жылы айтыла бастаған болатын. Сол кезде Қазақстан шетелдік рынокқа тірі салмақтағы 38 мың ірі қараны шығарған еді. 2019 жылы ірі қара малын экспорттау көрсеткіші 156 мыңға артты. 121.600 тірі салмақты ірі қараның негізінен Өзбекстанға шығарылыпты. Мұндай бірнеше мыңнан тұратын ірі қараны экспорттау барысында құжатта малдарға қатысты деректердің бәрі дұрыс көрсетілгенін тексеру қиындық тудырады. Бұл жағдайда жауапсыз экспортерлер пайдаланып кету әбден мүмкін. Оның бәрі өзіңіз білесіз, документті бізде ертең дұрыс болмай, сол бычкелердің өзі маточки поголовье емес, бычки деп, выбраковка деп кетіп қалуы мүмкін. Тірідей салмақтағы ірі қараны сыртқа шығаруға шектеу қойылған мораторийдің мерзімі қыркүйек айында бітті. Егер мораторийдан одан әрі ұзартылмаған жағдайда, ірі қара малын түгелдей экспортқа шығару одан әрі белең алып кетпесіне кім кепіл? Бұл тұста осынау сауал өзінен өзі қылаң беріп тұрғандай.
мына көршілес Қытай менен жоқ неде границада Алашаңқауда мәскемет салынып жатыр деп естіп отырмыз. Ол егер ашылса, онда біз вообще қиындыққа тап боламыз. Бізде ет жетіспейді, бізде. Сонда біз шикізат жеткізудің жағдайını көрші елдерге өз қолымызбен жасап жатқандаймыз. Бұл дегеніміз шетелдік кәсіпорындарға сирақ, мүйіз қалдырмай өңдеуден өткізіп, құны жоғары өнім шығаруға көмек емейне. Осы ретте Қазақстанның ішкі рыногында өңделген ет өнімдерінің жартысы импорт екенін еске сала кеткіміз келеді. Біздер енді 2019 жылда мынау Қазақстандағы ет өндірушілер кәсіпорындары ассоциациясын құрдық. Өйткені бірікпесек болмайтын жағдай болды. Өзіміздің ішкі рыногымызда шетелдік тауарлар, әсіресе Российская Федерациядан, Белоруссиядан дайын өнімдер, шұжық өнімдері, ет консерві, жартылай полуфабрикаттар өте көбейіп кетті. Қазақстанда тірі малды сыртқа шығаруға қатысты мораторийді ұзарту мен күшін жоюға қатысты мәселеге көзқарас бір жақты емес. Бірі отандық тауар, өндірушілер мен тұтынушының құқын, тамақ қауіпсіздігін қорғауда алға тартса, екіншісі нарық заңына сүйене отырып, еркін бәсекелестікті жақтайды. Кто защищает экспорт живого скота, это Тірі малды экспорттауды жақтайтындар сол баяғы кісілер. Ұсыныстары тұрақты емес, қосырланған стандарттар. Олар 12-14 жылдары қос қолдарын аяқтарымен қоса көтеріп, Қазақстанда мал шаруашылығын жақсарту үшін аналық ірі қара жетіспейді. Сондықтан Америка, Австралия, Аргентина, Бразилиядан аламыз деп шулады. Енді келіп, ірі қараны сыртқа шығарайық деп шулайды. Сонда біз кімді жарылқамақпыз? Өзіміздің фермерлерді ме, әлде өзбектің фермерлерін бе? Маргарет Тэтчердің сөзімен айтсақ, мемлекеттің қаржысы деген болмайды. Ол ақша салық төлеушілердікі. получается, что мы узбекских фермеров. Сонда біз өз қалтамыздан шығарып, өзбектің фермерлерін субсидиялаған болсақ, неге ірі қараны өзімізді өсіріп, одан өнім алмасқа? Егер Өзбекстанға шұжықтар мен еттен жасалған консервілер қажет болса, өзімізде дайындап, Қазақстанның атынан неге шығармасқа? Сосын олардың сылтауы тірі малға тыйым салу, ұзақ кәсіпкерлерге қолбайлау болады дегенге саяды. Ударили по рукам мелких фермеров. Мен айтамын, кешіріңдер жігіттер. Біріншіден шетелге шығару үшін осындағы қазақстандық ветеринарлық қызметтен алған лицензиясы болу керек. Екіншіден, Өзбекстан жағынан да лицензия алу керек. Қолында небәрі 20-30 сиыр бар шағын кәсіп иесі. Ондай лицензия ала ма? 5 бұқасын өзбек шекарасына дейін айдап апармақ па? Солай етуі екіталай. Расында ауыстырып тиетін 7-8 компания бірігіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінен ірі қара сатып алып, Өзбекстанға шығарады. Табыстан түскен пайданың бәрін көретінде солар болады. Виде доходы имеют они. Я об этом уже говорил. Мен ол жөнінде жылдың басында ірі қараны экспорттауға алғашқы тыйым салынғанын айтқанмын. Егер де еш ойланбастан ірі қараны сыртқа шығара беретін болсақ, күндердің күнінде сүйікті бешбармақты өзбектің етінен дайындайтын боламыз. Әдеттегідей 1 килосы 2-3 мыңнан емес, 8-10 мың теңгеден айналатын болады. Біз ол кезде шұжықтар мен етті, кез келген нәрсені тез арада ыңғайлы келтіре қоятын Өзбекстаннан сатып алуға мәжбүр боламыз. В отличие от нас. Сіздермен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің студиясында келесі кездескенше апталарыңыз сәтті өтсін. Казату маған өмірге үлкен жетістікті жолдама берді. Казату для меня это пространство, где могут осуществляться мои идеи. Казату ГИС-центр мен үшін болашақтың баспалдағы. Казату – это возможность увидеть реальные плоды своей научной работы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетті. Болашақ мұнда ақиқатқа айналады.